Челси осы жазда мүмкін емес болып көрінген нәрсені жасай алды. Иелерінің бұрынғы беделіне қарамастан, сіз шынымен тамырласқыңыз келетін құрамды жинаңыз. Ең бастысынан бастайық. Хаби Алонсо болашақ жобаның бас сәулетшісі ретінде. Және бұл жерде бір деталь маңызды. Бір қарағанда формат, бірақ шын мәнінде символдық. Тағайындау кезінде Челси оны бұрынғы маман Лиам Росинор сияқты жаттықтырушы емес, менеджер деп атады. Айырмашылықтың не екенін түсінесің бе? Трансферлік шешімдер жылдар бойы жаттықтырушылар құрамынан бөлек қабылданған, клуб үшін бұл шын мәнінде мойындауды білдіреді. Енді бүкіл жоба белгілі бір адамның айналасында құрылады. Және футбол менеджерінің барлық вундеркиндтерін 10 жылдық келісім шарттарға алмайды. Алонстың жаттықтырушы ретіндегі жолы неден басталғанын еске түсірген жөн. Ол 20 жыл бойы Реал Сосьедад, Реал Мадрид, Ливерпуль және Бавария клубтарында ойнаған. Әр клубпен кубоктар, тіпті 2010 жылы Испания құрамасымен әлем чемпионаты өтеді. Мансабын аяқтағаннан кейін ол бірден үлкен клубтардың бапкерлігіне асықпай, төменнен классикалық жолмен жүрді. Реал Мадридтің ферма клубы, содан кейін Сосьедадтың екінші командасы, содан кейін ливеркузандықтардың бірінші командасы. Онда оның жаттықтырушысы ашылды. Талант толық көлемде. Мұндай жол супер жұлдыздар арасында сирек кездеседі. Әдетте, бұрынғы ұлы футболшылар көп жылдар бойы өрескел жұмыс жасамай-ақ топ құрамды бірден жаттықтырғысы келеді. Мәселе мынада. Алонсо кездейсоқ таңдаудан алыс. Байерде ол Германия чемпионатында жеңіске жетіп, 10 жылдықта алғаш рет гегемонияны бұзды. Бірақ содан кейін Реал Мадридте қиын кезең басталды. Ол жерден ол жеребенің ортасында жұмыстан шығарылды. Дегенмен, команда соңғы бірнеше жылдағы ең лайықты футболды көрсетті. Ал маусымның бірінші жартысында, яғни соңғы жартысында, Алонсо 45 ұпай жинады. Бұл 1 минутқа Испания чемпиондарының қарқыны. Оған титулды жеңіп алу үшін 90 ұпай жеткілікті болар еді. Бірақ содан кейін Винисиус жанжалы, киім ауыстыратын бөлмедегі алауыздық және жаттықтырушымен қоштасып, оның орнына Арбелуа келді. Бұл барлығына Алонсоның тұсында бәрі жаман емес екенін түсінді. Алонстың тактикалық стилі айналасында салынған 3-4-2-1 схемалары жартылай фланецтердегі екі ішкі және түбегейлі симметриялы емес бүйірлері бар. Бір қорғаушы сәл тереңірек ойнайды және қауіпсіздік торына жауап береді. Ал екіншісі қарсыласының айып алаңына үнемі кіріп, қосымша шабуылшыға айналады. Байерде бұл рөлді Пин атқарды. Понг Еуропадағы ең жылдам қорғаушылардың бірі, ал Гримальдо сәл төменірек отырды. Байердегі жетістіктердің орасан зор болғаны сонша, оның мінсіз еңбек кітапшасы болмаса да, ол жаңа тәлімгер туралы ойлаған Еуропадағы барлық ірі клубтардың радарында болды. Айтпақшы, футболдың тағы бір маңызды қасиеті. Команда ойынды қажетсіз жеңілдету ісімен ешқашан айналыспайды. Шатырлар, кастингтер және ұзақ қашықтыққа соққылар әдетте ойыншылардың кенеттен импровизациясы болып табылады, немесе қайта ойнау қажет болғанда қолданылады. Қақпашының ойыны орталық қорғаушыларда үнемі кемінде 2 болатындай етіп жасалған. Қысқа пас. Ал қақпашы қорғаныстан шыққан кезде қосымша қорғаушыға айналады. Бұл әрбір орталық қорғаушыдан қысым астында жақсы техниканы талап етеді. Және клубтың неліктен дәл пас беру дәлдігі бойынша лайықты статистикасы бар ойыншыларды іздегенін түсіндіреді. Бұл жай ғана үлкен және қатал емес. Енді көшбасшылық тарихының ең оғаш бөлігіне көшейік. Айтпақшы, контекстті еске түсірген жөн. Алонсоға дейін клубта табиғи хаос болған. Энсо Мареско жаңа жыл қарсаңында отставкаға кетті. Ал италандықтың өзі отставкаға кеткені үшін көпшілік алдында кешірім сұрады. Маусымның ортасында денсаулығына байланысты. Бірақ көп ұзамай оның Гвардиоланың Ситидегі орнын көптен бері іздеп жүргені және клубта өзін алданып қалғандай сезінгені белгілі болды. Бұл әсіресе Мареско туралы соңғы бейненің астында байқалады. Онда бәрі оны сатқын деп атайды. Мұны ең қиын кезеңде Стэнфорд көпірінде италандықты дүр сілкіндірген жанкүйерлерге айтыңыз. Желтоқсан айында клуб бір ғана жеңіске жеткенде Маресканың орнында өзін құрметтейтін кез келген адам осылай істейтін еді. Одан кейін бапкерлік мансабында бірде-бір жүлдесі жоқ маман Мемфисте пай келді және көпке созылмады. Осыдан кейін ғана басшылық ақыры Реал Мадрид асығыс жұмыстан шығарған Алонсо туралы ойлады. Жаңа менеджермен келісімшартқа 4 жылға қол қойылды. Бірақ клубтың тарихында тіпті ең жақсы мамандар да мерзімінен бұрын жұмыстан шығарылған кезде мұндай көрсеткіш шынайы сенімнің көрсеткіші емес, иронияның себебі болып көрінеді. Ливерпульдің жанкүйерлері оны Мерсисайдтық орындықта көруді көптен армандаған. Клуб негізінен қазіргі жаттықтырушыны ауыстырмады. Дегенмен, команда Алонстың тағайындалуы қарсаңында маусымдағы жеңілістер саны бойынша антирекорд орнатты. Қалай болғанда да,
Челси испандыққа өз уақытында ұсыныс жасаған жалғыз топ клуб болып шықты. Және бұл тұрғыда лондондықтар өз уақытында дұрыс жерде болу бақытына ие болды. Жалпы, осы маусымда Челсиді көру өте жұқа мұзда серуендеу сияқты. Айналаның бәрі әдемі және таң қалдырады. Бірақ бәрібір сәтсіздікке ұшырау сезімін қалдырмайды. Мұның бәрі Эквали мен Боули әлі де орнында болғандықтан. Олар керемет, маман тағайындаған сияқты. Трансфер терезесі керемет сияқты. Бірақ бұл әлі де Эквали мен Боули. Соған қарамастан, осы турбуленттілікке қарамастан, клуб ұзақ уақыт бойы бірінші рет ойыншыларды тақырыптардағы хайп үшін емес, белгілі бір жаттықтырушының нақты тактикалық жүйесі үшін сатып алып жатқан сияқты. Ең қымбат сатып алудан бастайық. Морган Роджерс клубқа 137 миллион еуроға шығын келтірді. Бұл Челсидің барлық ағылшын футболындағы трансферлік тарихындағы жаңа рекорды. 23 жастағы ағылшын әлем кубогының жартылай финалына қатысқан және қола медаль иегері. Ол алдағы 7 маусымға келісім шартқа отырды. Күлкілі деталь, қол қойылғаннан кейінгі бірінші күні ақ жігіт әлеуметтік желілерде Арсеналды бекітіп үлгерді. Бұл оның кейбір жанкүйерлерін бірден жеңіп алды. Қалай болғанда да 137 миллион долларлық баға белгісі үлкен қысым жасайды. Егер Роджерс ойынға бірден қатыспаса, ол ұзақ уақыт бойы трансфер сомасын есіне алады. Бұл әрине оның кінәсі емес. Кристал Паластың екінші ірі трансфері Максенс Лакруа клубқа 6 жылдық келісім шарт бойынша 60 миллион еуроға шығын келтірді. Бұрын жігіт вундеркинд болып саналып, үлкен мансапқа жетемін деп қорқытқан. Бірақ қазір оның жасы 26-да, ол енді ғана топ клубта болды. Жалпы алғанда, қорғаушы өте сенімді және тұрақты. Сіз оны ең жақсы деп санамауыңыз керек. Кем дегенде әлі. Челси үшін ең маңызды плюс, ол Франция құрамасында өз позициясы бойынша екінші таңдау болып табылады. Бұл қазірдің өзінде шыңға дейінгі жақсы деңгейді көрсетеді. Ал екіншісі оның мүлдем жарақат алмағаны. Бұл мүлдем бүкіл мансабында небәрі 5 ойын өткізіп алған. Соңғы ауыр жарақат Вольфсбургте болды. Тіпті маусымнан тыс уақытта да болды. Бұл 2,5 айлық ойыннан тыс уақытты командаға әрең әсер етті. Сол жақ қорғаушының бос орны бөлек жабылды. Мадридтік Райо командасының ойыншысы Пеп Чивария 25 миллион еуроға бонустармен ауысып, рекорд орнатты. Алонсо, атап айтқанда, 28 жастағы испандықты жас саятшылықтың дүблі ретінде емес, негізгі құрамдағы орын үшін тікелей бәсекелесі ретінде көреді. Жаттықтырушы дебютіне дейін жаңа ойыншының рөлін жеке өзі тұжырымдайтын сирек жағдай. Міне, Марко Палестроның Фримпонг үлгісін бүйірлік инсайдерлік сатып алу. 21 жаста, өткен маусымның қорытындысы бойынша А сериясының үздік қорғаушысы, Калерада сәтті жалға алғаннан кейін Италия құрамасына шақырылды. Онда ол 37 матч өткізді. Челси ойыншыны Интердің мұрнының астынан ұстап алды. Ол 45 миллион ұсыныс жасады. Бірақ лондондықтар бонустармен 55 ұсыныс жасады және миландықтарға мүмкіндік қалдырмады. Палестроның өзі Интерге соңғы рет барғысы келгенін ескерсек, бұл келіссөздер соғысындағы кішігірім жеңіс. Михаил Мудриктің оралуын жаңа трансферлерге де жазуға болады. Допинг жанжалы артта қалды, яғни ол қайтадан футбол ойнай алады. Бірақ бұл жағдайдың ең қызығы, оның қайтып оралғанына бәрі қуанады және әсіресе көк жанкүйерлері оның сол қанаттағы позициясын ұзақ уақытқа жауып тастайды деп үміттенеді. Сондықтан бәрі бақытты, өйткені олар клубта болған уақытында оны мазақ етпеген сияқты. Бірақ мемдерді сағынған шығар. Иә, біз оны сағындық. Және ақырында мүлдем басқа сипаттағы екі трансфер. Тактикаға емес, киім ауыстыратын бөлменің атмосферасына. Көрдіңіз бе, Челси орта жастағы ең жас командалардың бірі. Ал қазір олар 2 адамға қол қойып жатыр. Бұл орташа жасты 3 жылға қысқартады. 35 жастағы Денни Уэльбек 2 жылдық келісім шартқа қол қойды. 36 жастағы Джордан Хендерсон қолы сынған еркін агент ретінде келді. Олардың ешқайсысы негізгі қарсыласына қарсы тұра алмайды. Бірақ екеуінің де міндеті мүлдем басқа. Браттардан тұратын құрамға киім ауыстыратын бөлмедегі ересектердің кәсібилігін және үшеуін қосыңыз. Қалай болғанда да, клубтың кем дегенде кейде ойыншының нарықтық құны мен қайта сату әлеуеті туралы ғана емес, сонымен қатар команда ішіндегі жастың қарапайым тепе-теңдігі туралы ойлайтынын көру өте жақсы. Мәселе мынада, соңғы бірнеше трансферлік терезелерде Челси тек жасөспірімдер мен ойыншыларды сатып алатын клубтың синониміне айналды. 23 жасқа толмаған. Лиганың қаржылық ережелерімен бекітілген стратегия. Соның ішінде жас ойыншылардың ұзақ мерзімді келісім шарттарын амортизациялау баланста тиімдірек. Мәселе мынада, толығымен 20 жастағы балалардан тұратын киім ауыстыратын бөлме физикалық тұрғыдан
бір-біріне кәсіби шеберлікті үйрете алмайды. Өйткені олардың ешқайсысы 10 жылдықтағы табыстар мен сәтсіздіктер арқылы нағыз кәсіби жолдың қандай болатынын әлі көрмеген. Хендерсон Ливерпульмен Чемпиондар лигасын жеңіп алды. Уэльбек Фергюсонның кезінде Юнайтедте ойнаған. Екеуі де шынымен сәтті жобаның бір бөлігі болу дегеннің не екенін іштей түсінді. Дәл осы тәжірибені клуб келесі ұрпаққа біртіндеп жеткізуге тырысады. Сонымен Челси 26-27 маусымға дейін нені білдіреді? Бір жағынан, менеджменттің ретсіз тарихы бар клуб. Сондықтан жаттықтырушымен 4 жылға келісім шартқа отыру әзіл қалжыңға себеп ретінде қабылданады. Екінші жағынан, трансферлік саясат ұзақ уақыт бойы алғаш рет мағыналы болып көрінеді. Рекордтық Роджерс пен Лакруа құрамының жалпы күші үшін Палестро мен Чивари асимметриялы емес бүйірлері бар. Алонсоның нақты тактикалық схемасы үшін, ал Уэльбек Хендерсонмен бірге киім ауыстыратын бөлменің адамдық тепе-теңдігі үшін. Алонсо басты ғажайыпты жасай ала ма? Клуб иелерін нәтижелердің бірінші құлдырауында дүрбелеңді тоқтатуға мәжбүрлей ала ма? Маусымның бірінші жартысы қазірдің өзінде көрсетеді. Бірақ бір нәрсеге сенімді бола аласыз, мұндай құрамды қолдау тағы да қызықты. Бұл өз алдына соңғы жылдары жанкүйерлерін бірдеңе күтуден тайдырған клуб үшін аз ғана жеңіс. Келісіңіз, соңғы жылдары миллиардтаған долларлық инвестициясы бар клубтың табыс критерийі кубоктардың саны емес, қарапайым факт болды деген қайғылы ирония бар. Ақыры жаттықтырушыға құрамды және трансферлік саясатты қалыптастыруға рұқсат етілді. Оны өздері жоспарлады. Бардың төмендігі сонша, одан секіру оңай болады.